Ва атун нисаа садуқатихинна нихла. Әйелдерге олардың махрлерін шын жүректеріңнен беріңдер дейді. Көрді ме? Бұл бұның хақысы. Бұны Раббым бұйырған. Неке деген ойын емес. Алланың хақысы бар деп. Осыны нихлатан шын жүректен беріңдер дейді. Бұл оныкі дейді. Бұл оған бергеннен кейін мұны сұрап жүрме дейді. Фәин тибна лакум ан шайин минху нафсан. Тек егер өзі сенің жағдайың қиналып жатса, жұмысың дұрыс жүрмей жатқанда, надан алыңыз деп, сондай жаңағы мына нәфсан, күллі мына ішкі дүниесінен беріп жатқан болса, факулуху ханиан мариян. Онда сіңімді болсын, пайдалана беріңдер дейді. Бірақ өзің сұрама дейді. Сөз бе? Өйткені сен асырауға міндетсің деген мәселе бар. Вала татаманнау ма фаддалаллаху бихи бa'даkum ала бa'д. Сондай Алла Тағала бір-бірлеріңе берген артықшылықтардан дәм етпеңдер дейді. Ананікі алыслам ғой, мынанікі недислам ғой деп. Лирриджали насибу мимма иктасабу. Ер адамдар өз еңбектерінен тауып жатыр дейді. Ва линнисаи мимма иктасабун. Әйелдерге өздеріне келіп жатқан табыстардан, махрден келеді, сыйлықтан келеді, тағы да ол оныкі. Көрдіңіз бе? Ананы берсеш деген нәрсеге барма дейді оған. Тек өзі жаңағындай алыңыз деген кезде жей бер дейді. Яғни еңбек ет, пайдалан деген нәрсені келтіріп жатыр ғой. Осы нәрселер мына өте маңызды мәселелер да.